Жер бетіндегі адам саны жылына 90 миллионға көбейіп отырады екен. 20 мемлекетте тығыз орналасқан. Халық саны миллиардтан асқан 2 мемлекет бар. Бірінші Қытай 1 миллиард 449 миллион халқы бар. Екінші орында 1 миллиард 402 миллион адам тұратын Үндістан. Бұны біз жер тұрғындары есебі сайтынан алып отырмыз. Мұнда әр елде туған адам тізімі секунд сайын өзгеріп отырады. Осыған сенсек, үшінші орында ақш. Олардың саны 329 миллион адам. Демографиясы жақсы елдер тізімінде Қазақстанда бар. 256 елдің ішінде 62-ші орынға көтерілдік. 2017 жылы Қазақстан 18 миллионға жетті деп сүйіншілеп едік. Осы қуанышты сезіндірген Муслима қазір менің жанымда тұр. Бүгін жасы 4-ке келген. Ал сол кезде облыстың даңқын арттырған Муслиманың құрметіне облыс басшылығы 3 бөлмелі үй сыйлады. Сырғанаймыз. Бүгінде міне өте ақылды болып өсіп келе жатыр. Үйде анасының көмекшісі, қасымда қолғабыс жасайды үнемі. Жалпы қазақ халқы баланың тәрбиесіне өте үлкен мән берген ғой. Сол сияқты біз де қызымыздың нағыз қазақтың қызы болып өскенін қалаймыз. Яғни рухты, сондай-ақ адамгершілік қасиетін жоғалтпайтын, өзінің нәзіктілігі мен әдемілігін ұштастыра білетін нағыз қазақтың қызы болып өскенін қалаймыз. Кішкентай Муслима өсіп Қазақстанның тарихына енді. Ал осыдан бір ай бұрын тұтас Қазақстан тағы сүйіншіледі. 19 миллион болдық. Еліміздің бұл кішкентай тұрғыны да Алматы облысынан. Аты жөні Жәния Азаматқызы, отбасының 4-ші перзенті. Бұл ел тәуелсіздіктің 30 жылдығында айтулы оқиға бір отбасына ғана емес, барша жұртшылықтың қуанышы. Қазір жер бетіндегі адамдар саны 8 миллиардқа жуықтап қалды. Шаршы шақырымға шаққанда әр текшеге 57,7 адамнан келеді. Бұл көрсеткіш ұлғая бермек және үлкен проблеманың басы қылтиды. Біріккен ұлттар ұйымы адам саны 10 миллиардқа жеткенде жер асырай алмайды. Азық-түлік, ауыз су жетіспейді деп мәлімдеді. Қазірдің өзінде азық мәселесі аса өзекті. Жетіспеушілік қымбатшылыққа ұласуда. Ғалымдар 2030 жылы су тапшылығынан миллионға жуық адам жан-жаққа бас сауғалайды деп болжап отыр. Демографтар қазақ халқы мұндайда елемей көбеюі керек. Мұндай ұлан-ғайыр жерге иелік ету үшін кемі 2-3 есе өсуіміз керек. Осы күні еліміз туу бойынша әлем елдерінің рейтингінде 105-ші орында. Бұл қуанарлық нәтиже. Өйткені әлемде демографиясы кері кеткен елдер жетерлік. Алысқа бармай-ақ көрші Ресейді айтайық. Федерацияда адам саны кеміп барады. 145 миллион адам. Табиғи өсім -4,93. Орта есеппен бір әйелге бір баладан ғана. Соңғы бір жылда бұл елдің халқы жарты миллионға кеміпті. Мұндай кері кетумен қазақ 70-80 миллионға жеткенде Ресей демографиясы Қазақстанмен теңесуі мүмкін. Жалғыз Ресей емес, Еуропаның көптеген елдерінде осы мәселе ушығып тұр. Біріккен ұлттар ұйымының 2018 жылы есебі бойынша халық тез кеміп бара жатқан елдер тізімінде Болгария халқы 23, Латвия 22, Молдавия 19, Польша халқы 15%-ға кеміген. Қазақстанның жері үлкен, бір шаршы шақырымға 4-5 адам ғана келеді. Статистика мәліметтері бойынша 2021 жылдың алғашқы 90-да республикада туу былтырғыдан да артқан. 88 мың сәби туылыпты.